Biz üçün bir тұлғасың, орны бөлек. Тамырын кеңге жайған сен бәйтерек. Адалдық шындыққа үйреткен өзіңсің. Тек жақсылық ұрпағыңа тілейсің. Аянбай тер төгіп еңбек еткен, қаншама асуларды басып өткен. Тағдырға да еш уақытта мойымаған, өзіңдей әкем барын мақтан етем, мақтан етем. Тұран ата, Батма апа, бұл той сіздердікі. Бұл екі кісі бір-біріне жемшақ болып кеткен кәз құда бұлағылар. Шындап еді. Бұл екі кісі болмаса, бүгінгі той да болмас еді. Сондықтан бірі Ержан ағамыздың әкесі, екінші Карамат әпкеміздің туып өсірген анасы дейді. Ержандай ағамыздың міне дүниеге алып келуіне бірінші себепкер болған кісі. Тұран атамызға бір қош еді. Assalamualaikum. Бүгін біздің қуанышымызды бөлісуге келген барша қонақтар, біз өте ризамыз бүгінгі біздің қуанышымызға келгендеріңізге. Енді айтады ғой, әке мен ана өмірге барда бақытты болар кез келген бала. Ата-ана үмітін ақтаса бала, жәннаттың кілтін береді Алла дейді. Осы кісілер біздің жәннаттарымыз. Осы кісілерді құрметтеу, осы кісілерді сыйлау біздің парызымыз. Қош келіпсіздер бәріңіз. Мынау бүгінгі ата-ананы, осы ата-аналардан өтігеміз ғой бәріміз. Осы дүниеге әкелген, өсіріп өндірген ата-анамыз, соларға құрметімізді жасай келді. Екі кісіге алтын сақина. Жүрегің кең, таза бұлақ, тұла бойың. Ел ішінде жеткілікті абыройың. Алладан күндіз түні мен сұрайын, жасыңыз 100-ге жетсін әкетайым. Аянбай тер төгіп еңбек еткен, қаншама асуларды басып өткен.